достар, қалайсыздар? Как я ожидала, сұрақтардың 99% Ақтөреге қатысты. Сендер таныстықтасыңдар ма? Сөйлесіп жүрсіңдер ме деген сұрақтар. Біз негізі таныстықтамыз, таныстық тоқтамады. Бірақ жиі сөйлеспейміз. Телефон хабарласып, каждый там полчаса ондай бізде жоқ. Себебі 16-18-дегі жас қыз жігіт емеспіз. Біз лучше кездесіп, бетпе-бет сөйлескен дұрыс деп есептейміз екеуміз де. Сол үшін осылай и бір-бірімізді кішкене жалықтырып алмайық деген ойда шығар мүмкін. Жалпы бәрі жақсы сияқты, білмеймін енді. Өзім де түсінбей жүрмін, не болады деген көреміз енді қалай болады екен. Бір кездесу керек болып жүр. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Кеш жарық. Кешегі жолдан кейін шыны керек шаршадым. Барып қайту деген қиын ғой негізі. 600 км, 1200 км деңізші примерно. Ұйықтадым. Сондай бір жағдайлар болып қалды, қайтып келу керек болды. И және де тағы да бір жаңалық. Мен Чикагоден Қалқаман жақтан көшіп кеттім. Қазір Абая Правдаға келдім. Центр города Алматы дейді ғой. Так что осы жақтамыз, если что. Күндеріңіз сәтті өтсін. Қалаға енді шықтық. Кімге ұқсайды деп жүрсем мен таптым кімге қараш тура ұқсайды. Даусының өзі келіп тұр ғой, кімге ұқсайды деп жүрмін. Күнде қасында жүріп кімге ұқсайтын ажырата алмай жүрмін. Қайырлы кеш ағайындар, қалайсыздар? Стористан жоқ болып кетіп таппай қалыватсыздар ма? Қазір эфир жоқ деп обедке дейін ұйықтап жатырмын. Тек кешке ғана шығып жатырмын көшеге ше. Міне маусым фразасы деген статуэткамды жуып отырмын. Ақерке бар жағымда. Ақерке жан айналайын деп қоясың. Қоңыр бренд бар. Альбертодан ашки алдық. Қазір тек сондай брендтермен жүретін болдық қазір. Енді нем бәрі киімдерім бәрі Жәнібектің машинасында қайтып кетті өткенде ше. Содан кейін енді алып отырмын. Өзімді енді көріп жатырмын, четкий екен ғой. Қалай болады саған? Ал ас болсын жуып жатырмық маусым фразасын.